Айдың аппақ жемпіріне шашырап кетті. Ойбай-ау, не істеп қойдым, деп уайымдап, сасқалақтап кешірім сұрай бастадым. Сол сәтте Меңтай, ештеңе етпейді ағай, назар аудармаңыз, деді. Сол бір жылы сөз бен биязы күлкі мені одан сайын баурап алды. Қысқы сессияда келіп жетті, ал біз Меңтай екеуміз қалада қалдық. Ағай, барар жеріңіз жоқ болса, біздің жатақханаға келіңіз. Мен қалада боламын. Шіркеудің қасындағы 2 қабатты сары үйді тапсаңыз, 62-ші бөлме менікі, деді Меңтай. Сол түні көз ілмедім. Таңертеңгі сағат 8, есік алдында тұрып, батылым бармай ұзақ бөгелдім. Ақырын қақтым да ішке кірдім. Меңтай ұйықтап жатыр екен. Үстінде жарқыраған қызыл жібек көрпе. Оның аппақ иығы мен сол бір қызыл көрпенің үйлесімі. Дүниедегі ең сұлу көріністей болды. Тіпті демімді ішіме тартып, қозғала алмай қалдым. Оның тәтті ұйқысын бұзуға дәтім бармады. Есікті ақырын жаптым да сыртқа шығып кеттім. 2 сағат бойы қар астында ойланып жүрдім. Жүрегімнен өлең болып төгілді. Кешіріңіз ағай, күтіп қалдыңыз ба? Деді. Біз қатар отырып Одиссеяны оқыдық. Махаббатымыздың алғашқы парақтары жазылып жатқан еді. Университетте оқи жүріп, журналистикаға араластым. Күндіз сабақта болсам, түнде газет мақалаларын жаздым. Жазған очерктерім елдің ілтипатына бөленіп, жұмысқа ерте орнықтым. Меңтай екеуміздің болашағымыз үшін аянбай еңбек еттім. Бәрі жақсы болар деп едім. Бірақ тағдырдың бізге дайындаған сынағы әл алда екен. Бір күні Меңтайдың ағасасының досы Тұмажан келіп, оған: «Ағаң сені маған аманаттап кетті. Маған тұрмысқа шығасың», деген. Меңтай маған келіп: «Ағай, егер сіз бас тарт десеңіз, қазір-ақ кетуге дайынмын», деді. Ол менен тек бір ауыз сөз күтті. Ал мен үндемедім. Сол үнсіздігім Меңтайды отқа itергеніммен тең еді. Неге үндемедім? Неге ұстап қалмадым? Тұмажан Меңтайды ұрлап кетіп, зорлық көрсетіпті. Зорға қашып құтылған Меңтай маған болған жайды айтып бергенде, ішім өртеніп кеткендей болды. Сонда Меңтай: «Ағай, қыздың болмайды дегені, болады дегенін білмеуші ме едіңіз? Сіз де мені Тұмажан сияқты ұстап алсаңыз, мен сіздікі едім ғой», деді. Оның бұл жан айқайы менің жүрегіме оқтай қадалды. Тұмажанды тауып алып, ашуымды жұдырықпен шығардым.